Талмаш апа, біздің орталығымызға қош келдіңіз. Бұл біздің ұлт жақты музейлік залы. Бұл жерде біздің қазақ әйелдері, аналарымыз қалай киінген, аналарымыздың маусымдық киімдері, әлеуметтік статусына қарай киімдері арнайы музей етіп жасақталды. Өйткені қазір біздің жастарымыз көп еліктейді ғой. Арнайы осы музей жасақталды. Біздің аналарымыздың қалай киінгенін осы жерден келіп көріп, мәлімет алса болады. Әрқайсысы мысалға бойжеткеннің киімі, жас қыздың киімі, ұзатылатын қыздың киімі, әйелдеріміздің, міне аналарымыздың қыстық киімі барлығы осы жерде жасақталған. Сіз өзіңіз осы біздің жастарымызға тәрбие болсын, тәлім болсын деген мақсатта бас киім туралы, кимешек туралы айтамын деп ниет білдіріп жатырсыз. Ендеше осы коллекция өзіңіз жинаған, иә? Мен өз әжелер ансамблінде 35 жылдан бері ән салып келе жатырмын. Содан бері осы кимешек туралы әртүрлі данныйларды жинап жүр, мәліметтерді. Бұл кимешектің жалпы тігілу, пішілуіне қарай екіге бөлінеді. Тұтас пішілетін матаны екі бүктеп, тек беттің ойын ойып алады да, ал екіншісі алдыңғы өңірін бөлек, артқы өңірін бөлек пішеді. Енді жасына қарай үшке бөлінеді. Егде тартқан әйелдер мына біз сияқты мына бет пішінін ойылған аймағына түрлі түсті өрнек салмайды, ақ салады. Ал орта жасқа келген кісілер мынадай сары жүргізеді жиегіне, және мынау кимешектің де төменгі жағында сары өрнек болады. Ал жас келіндерге киетін кимешектің өңіріне қызыл менен өрнектейді, және алдыңғы өрнегіне мына жерге түрлі түсті кестелері жасалынады. Сәбира Майғанова апамыздың кимешегінен соған ұқсайды деп істегенбіз. Үлгісі ғой. Үлгісі. Мынандай арқасына дейін, анау төменге дейін артқан есі тұрады. Молынан түсіп тұрады. Ал негізі кимешек не үшін киген, кімдер киген? Бұл әйел босанғаннан кейін, келін босанған кезде әдет ғұрпыменен, салт дәстүріменен келіншекті қатарларымен қосып әкеліп, келінге кимешек кигізетін болған. Босанғаннан кейін. Бұның екі мақсаты бар. Біріншісі, ол қазіргідей бөлек-бөлек бөлме жоқ қой. Бір үйде отыратын болғандықтан баланы емізгенде өзге кісілердің әйелдің омырауына көз түспесін деген мақсатпенен кимешекпенен жауып отыратын. Екінші мақсаты, бала еміп жатырған кезде ойбай, мына баланы ай деп көзден, тілден аман болсын деген мақсатпенен баланы көйлегелеп отырады. Көрсетпей отырады. Екіншіден, бұның тазалық қадамына бұрқыраған шаш бәрі жинақы тұрады. Ал одан кейін жаңа айтып отырмын, жасына қарай кимешекті әртүрлі етіп тие береді. Сол насихаттап жүрген жағдайымыз бар. Мына пішуіне қарай мен жаңа тұтас пішілетін кимешек деп мінекей тек бетін ғана ойып алады, алдынан тігіс түспейді. Бір матаны екі бүктейді, бетін ғана ойып алады. Сіздікі екі жағынан тігілген сияқты? Мен алды, арты өңірі бірдей болған. Енді бұл жаулықтың өзінің ерекшелігі бар. Жаугершілік заманда екі ел тіс алмай жатқан кезде біздің аналарымыз сол қарқараны алып, яғни жаулық. Қарқара да жаулық, күндік те жаулық, ақ жаулық. Ақ жаулық тастау, ақ орамал тастау деген содан қалған. Сондай жаугершілікке шыққан кезде әйелдер бітімгершілік үшін үлкен аналар ортаға шығып, қарқараны шешіп, ортаға тастайтын болған. Аттан аттап ешкім кете алмайды. Сөйтіп екі жақты біріктіруге, бірлік жасауға шақыратын аналарымыз біздің сол ғасырдан бастап келе жатқан біздің салт дәстүріміз бар. Сондықтан мен қара киіп бетін жауып жүрген қыздарға, келіншектерге айтарым, өзімізге жарасымды әдемі кимешекпенен қарқарамызды немесе күндігімізді киіпсе құба-құп болар еді деймін. Дұрыс айтасыз апа, біздің дәл осы ұлт жақты музейлік залының негізгі мақсаты да осы. Әлеуметтік желіде мысалы TikTokта көріп отырмыз. Қара киініп алып, тек көзін ғана ашып қояды. Ол деген дұрыс емес. Біздің аналарымыз ұзын етек киген, бұрынғы аналарымыз жас кезінде осындай кең етекті көйлек киген, бірақ олардың үлгісі осындай болған, қамзалы болған сыртында деген сияқты мақсатта танымдық бағыттағы бұл біздің мәдени музейіміз ғой. Менің енем 83 жылы қайтыс болды. Енемнің енесінің несі киген? Мен сақтап келе жатырмын, сөгіп. Неше жыл болған жәдігер ғой бұл? Жәдігер, нағыз музейге де өткізгені жоқ. Енді бұның ерекшелігін қараңызшы. Мына жерде алдыңғы өңірі қысқа. Көрдіңіз бе? Алдыңғы мына жері өңір қысқа, мына жерден ақыл. Бұл не үшін? Бұл жаңағы әйел адам мысал үшінге
қанша айтқанмен үйдің тірлігі бар ғой. Жүрген кезде мынау алдымыз ұзын болса бүйтіп біздің ісімізге кедергісін келтіреді. Ал мынау тамақ пісірген кезде не қылғанда мынау иық та өте төменге түспейді, алдында кішкентай ғана кедергі келтірмейді. Сол мақсатта алдын қысқа етіп жасаған. Осындай түрлері бар. Негізі қазақ елінде 16, 15, 16 түрі бар кимешектің. Әр өңірдікі әртүрлі. Әр өңірдікі әртүрлі. Бірақ соның ішінде менің көңіліме ұнайтыны өзіміздің Қызылорда облысының кимешегі. Мен бүгін музейге келіп ерекше бір сезімде, ерекше бір толқыныста тұрмын. Себебі журналдан, жаңағы ескі қиындылардан көретін едік. Міне осы киім үлгілерін әкеліп мына жерге қойыпты. Әсіресе маған қатты ұнап тұрғаны мынау орта жастағы әйелдің кимешегімен басындағы қарқарасы маған ұнап тұр. Өйткені өзім кимешек зерттеп жүргендіктен орта жастағы әйелдер сарыменен мына өңіріне де сарыменен өрнек жүргізеді деген. Ана басында қарқарасына қараңызшы, қандай әдемі, керемет жарасып тұр. Сондай-ақ мынау бойжеткен қызымыздың киімі қандай керемет. Мен ерекше бір қуанышты сезімде тұрмын. Мысалы, мынау егде жастағы әйелдің киімі, міне қазір біз өйстіп орамалды лақтырып салып осылай қылып жүрсек, әрине бізге өте жарасымды болар еді. Ал мына жақта мінекей маусымға байланысты киімдер тұр екен. Бұл да маған ұнап тұр. Біздің көшеде қыздарымыз осындай киімді киюді үрдіске айналдырып жүр. Әдемі дәстүрге қалыптасып келе жатыр. Мен сол үшін қуаныштымын. Ал енді мынау ұзатылатын қыздың сәукеле киіп, үйден шығатын кезде сәукеле киіп шығады ғой, тақиясын алды, қалыңдық киімі. Бұл да жақсы. Енді анау болса да бойжеткен қызымыздың киімі. Жалпы мен бұл музейден алған әсерім керемет. Өзім осыны барғаннан кейін отбасыма, бала шағама бәрін көргенім бәрін айтып беремін.